Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін мен сіздермен бірге көкөністерден дайындалған күздік салат жасайтын боламын. Ол үшін бізге 40 қабат болгар бұрышы, қызанақ, қияр, чеснок және дәміне қарай тұз, қант, сұйық май, аспирин қажет болады. Біз көкөністеріміздің барлығын жуып тазартып алғаннан кейін оны енді турап осындай алюминий кастрюльға барлығын саламыз. Біз ең алдымен капустамызды осылай етіп жіңішкелеп бір келке етіп турап аламыз. Мен барлық көкөністердің мөлшерлерін видеоның астына қалдырамын, сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Біз осылай жіңішкелеп турап алған капустамызды кастрюльмызға осылай етіп саламыз. Енді біз осындай корейский салатқа арналған теркодан сәбізімізді өткізіп аламыз. Осылай етіп жіңішкелеп туралған сәбіздерімізді капустамыздың үстіне осылай етіп салып аламыз. Біз енді болгар бұрыштарымызды да осылай етіп жіңішкелеп турап аламыз. Оны да енді жаңа кастрюльмізге сәбізіміздің үстіне осылай жаймалап саламыз. Біз енді қиярымызды осылай ортасынан бөліп алып, жұқа етіп турап аламыз. Егерде қиярларыңыз кішкентай болса, онда оны домлақ күйінде тура берсеңіздер болады. Менің қиярларым өте үлкен, сондықтан ортасынан осылай етіп екіге бөліп алдым. Біз жұқалап турап алған қиярларымызды енді болгар бұрышының үстіне осылай етіп сабаламыз. Енді біз пиязымызды да жіңішкелеп турап аламыз. Біз қызанақтарымызды да осылай жұқалап турап аламыз. Енді кезекте біз сарымсақтарымызды ұсақтап турап аламыз.
Енді біз дәміне қарай укроп, ашкөктерімізді турап көкөністеріміздің үстіне саламыз. Енді біз барлығын көкөністерімізді турап болғаннан кейін осылай аспиринімізді ұнтақтап алып, оның үстіне саламыз. Біз енді дәміне қарай тұз, қантымызды салып аламыз. Біз енді алдын ала қыздырып қойған сұйық майымызды үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Біз осылай етіп жақсылап араластырып алғаннан кейін, оны 1,5 сағатқа қалдырамыз. Сол уақытта біз банкілерімізді булап аламыз. Біз осылай 1,5 сағат қойып алдық. Енді тазалап жуып алған банкілерімізге осы көкөністерімізді бір-бірлеп саламыз. Біз көкөністерімізді банкілерімізге осылай нығыздап салып алдық. Енді бөлініп шыққан суын осылай әр банкілердің үстіне құйып шығамыз. Біз қайнатып, дайындап алған банкының қақпағын осылай етіп, барлығының үстіне бос күйінде жауамыз. Енді біз кастрөліміздің ішіне осындай марлы орамалды төсеп, оның үстіне барлық банкілерімізді қойып шығамыз. Біз банкаларымызды қойып алдық. Енді оның үстіне жылы су құямыз. Суымызды банкілердің сызығына дейін ғана құямыз.
Міне біз осылай құйып алдық. Енді газымызды қосып, қайнауын күтеміз. Толықтай қайнап шыққан сәттен бастап есептегенде 40 минут қайнатып аламыз. Міне біз 40 минут көлемінде қайнатып алдық. Енді банка жапқышпен осылай қақпақтарын жауып аламыз. Біз банкілеріміздің барлығын жауып алғаннан кейін осылай барлығын төңкеріп қойып, бір күн уақытқа қалдырамыз. Азда болса қазақша каналымның дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен әлде көп рецепттермен бөлісетін боламын.